екінші орынды иемденген Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Шымқала. Сәлем Астана! Шын мәнісінде Астанаға келгенде арманда, келмегенде арманда. Арман демекші жігіттер, мен ақ бозат құсап шапқым келеді. Неге? Еркіндік таңсаймын. Ал мен сұңқар секілді самғағым келеді. Неге мақсат? Биіктік таңсаймын. Мен мақсат сенің үйіңе барғым келеді. Нұреке, үйдегі тамақ таңсайсыз ғой. Жарым, сенің келіншегіңді аңсаймын. Жігіттер, мен қыздарды өзіме көзбен қаратам. Ал мен болса сөзбен қаратам. Сіз Шынүрге қалай қаратасыз? Бізде қарату-парату жоқ. Біздікі сол келіп қалды, теріп қалды, көтетті, спокойно кетіп қалды сол біздікі. Ал енді миниатюра ішіп мас болып қалған студент кітапханада. Не істеп жатсың, мына қолыңа түкірдің ба? Осы қолыңмен ашсай. Сонымен шұғыл жаңалықтар. Өткенде Астанада 40 өтірік атты республикалық байқау өтті. Сол байқауға Тасшабала, Алдар Көсе, Қожанасыр тағы басқа өтірікшілер қатысыпты. Нәтижесінде бас жүлдені ойда жоқта қонақта отырған депутат мырза ұтып кетіпті. Шымкент қаласындағы газелдегі оқиға. Так, южный алдамасы бар ма? Кән, бауырым, тез шығамыз, кән. О, бас шықты міне. Кән, бауырым, қол шықты, кән. Сәл көмексе, кән, бауырым, тез шыға қойған, бауырым. Опа, бала екен. Еліміздің бір қаласында ровдда болған оқиға. Так, азаматшы ың. Біз сіздің сипаттауыңыз бойынша сізді зорлаған қылмыскердің фотороботын жасадық. Енді сіз сол кісіні танып көріңіз. Мына, осы кісі ма? Жоқ. Бұлайнан ұқсамай ма? Ұқсамайды. О кісіге совсем келмей ма? Келмейді. Бұлайнан ше? Бұлайда. Мүлдем ұқсамай ма? Мүлдем. Бұлай ше? Осы. Қазақ халқы дүниежүзінде өте көп. Соның бірі Ауғанстандағы қандастарымыздың бізге, яғни Қазақстанға сәлем жолдауы. Қалайсыңдар Қазақстанда қандас бауырлар? Жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Біз де сіздер сияқты қазақпыз. Ауғанстандағы қандас бауырларыңыз боламыз. Бізде бәрі жақсы. Окей. Айналайындар, ақ бетіңдер шау. Бізде адамбыз ғой. Жігіттер, адамзат арманшыл келеді. Мысалы, студент бастық болсам деп армандайды. Одан кейін ол депутат болсам деп армандайды. Одан кейін ол министр болсам деп армандайды. Одан кейін ол премьер-министр болсам деп армандайды. Содан кейін ғана қазақ тілін үйренсем деп армандайды. Сөз соңын айтарымыз, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мына сөзімен аяқтағымыз келеді. Қазақпен қазақша сөйлессін. Әр қаладан шир алған, бас қосты міне жолдастар, достық жайлы жазып ән жиналды бүгін құрдастар. Махаббаттан наздана, шапалақ менен шаттана, әзіл сыйлар сізге Шымқала. Бәрекелді, Шымқала КВН командасы Шымкент